Қазақ халық аспаптары атты творчестволық кешімізге қош келдіңіздер. Мәдени мұра ұрпақтан ұрпаққа берілетін мәдени құндылық болып табылатын салттар, дәстүрлер, түсініктер, пайымдар, білім мен дағдылар және адамды патриотизмге тәрбиелеуге, эстетикалық қажеттіліктер мен мүдделерді қанағаттандыратын, адамды тұлға деңгейінде көтеретін негізгі құрал. Тұран университеті тек қана білім және ғылым ордасы ғана емес, сонымен қатар мәдени орталық. Тұран кітапханасы библиоарт жобасы аясында мәдениет және білім саласынан қонақ шақырып отыр. Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің халық аспаптар бөлімінің меңгерушісі әрі оқытушысы, республикалық конкурстардың лауреаты, педагогика ғылымының магистрі, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ең жас үздік маман атты төс белгісінің иесі, Інжу Маржан тобының экс-мүшесі Ченемисова Лаула Табысбекқызы. Лаула ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі кешімізде қызықты сұхбатқа бөленіп, сонымен қатар қазақ халқының аспаптарының шығу туралы тарихына үңіліп, және домбыра, жетіген, қыл қобыз, прима қобыздың үніне бөленесіздер. Ендіше сұхбатымызды бастайық. Лаула ханым, дайынсыз ба? Дайынмын. Жалпы өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз, және музыкаға, өнер жолына қалай келдіңіз? Мен Алматы облысы, Сарқан ауданы, Қарабөгет ауылында қарапайым музыканттар отбасында дүниеге келгенмін. Жалпы өнерге деген алғашқы сауатымды ашқан бұл өзімнің ата-анам. Одан кейін кәсіби білімімді Талдықорған қаласындағы Нұрғиса Тілендиев атындағы балалар музыка мектебінде оқып, одан кейін өзімнің қазіргі қызмет істеп жатқан жерім, яғни Петр Ильич Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінде білім алдым. Ал одан кейінгі жоғарғы білімімді Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында жалғастырып, әрі магистратураны аяқтадым. Консерваторияның қабырғасында жүрген кезде 2009 жылы осы Інжу Маржан тобына өтіп кастингтен, содан осы бертінге дейін қызмет еттім. Ал енді қазіргі таңда осы жаңа өзімнің атап кеткен колледжімде оқытушымын, әрі бөлімнің меңгерушісімін. Жалпы қазақ халық аспаптарын не үшін таңдадыңыз? Және осы аспаптарының ішіндегі жүрегіңізге ең жақын қай аспап? Енді жаңа бірінші сұрақты айтып кеттім. Музыканттар отбасында дүниеге келгендіктен, мен бесіктен анамның әлдилеп айтқан әнімен, әкемнің орындаған күйлерімен сусындап өстім десем артық болмас. Сол себепті де жүрегіме жақын осы халық аспаптары, оның ішінде әрине қылқобыз және домбыра аспабы. Қылқобыз демекші, қылқобыз аспабына тоқтала кетсек, сөз өзіңізде, Лаула ханым. Қылқобыз бұл қазақ халқының ең ежелгі көне аспабының бірі. Қылқобыз десек бірінші есімізге Қорқыт баба түседі. Енді осы жерде Қорқыт баба туралы кішкене айтып өтейін. Қорқыт бабамыз анасының құрсағында 3 жыл бойы болған, әрі толғағы 3 күн болған екен. Бұл кісі дүниеге келетін күні әлемді бір ерекше қорқыныш жайлап, яғни барлық халық қорқып, туған кезде жаңаға есімін Қорқыт деп қойған екен. Сондай-ақ енді қылқобыз аспабын біз сонау бақсылық заманмен де тығыз байланыстырамыз. Өйткені сол кездері осы қобыз аспабында орындау арқылы ауырған адамды емдеген деген аңыз бар. Енді бүгін осы қылқобыз аспабының үнімен таныстыру үшін бүгін біздің колледжіміздің оқытушысы Асанова Айгүл Файзолла қызы келіп отыр. Айгүл қылқобыз аспабында орындап берсе.
Жалпы әдеби шығармаларды музыкаға ауыстыру үрдісі қалай жүреді? Аспапқа келгенде. Қатаң бір тәртіп бар ма, әлде әр орындаушы өздігінше орындай ма? Сол жағынан айтып кетсеңіз. Әдеби шығармаларды жалпы музыкаға ауыстыру үрдісінде жалпы бізде музыканттарда автордың өзіндік бір жазып кеткен белгілі шығармалары бар. Яғни ол шығармада өзіндік стилі, жанры, қойылған штрихы, образы бар. Яғни біз оны өзгерте алмаймыз. Сол автордың жазып кеткен бойынша біз орындап шығамыз. Ал енді мына халық әндерінде, халық күйлерінде, орындаушы өзінің сезіну бойынша, жүрегінің қалауы бойынша барынша кішкене импровизация қосып та өзгертіп ойнай алады. Бәрекелді. Өзіңіздің ең сүйікті әдеби шығармаңыздан үзінді айтып кетсеңіз, немесе шығарған түйін сөз? Жалпы мен өзім бала кезімнен әсіресе қиял ғажайып ертегілерін көп оқитынмын. Кейіннен Сәбит Мұқановтың, Ғабит Мүсіреповтің, тағы да көптеген авторлардың жазған шығармаларын ерінбей жатып оқитынмын. Әрине кейіннен келе Абайдың қара сөздері маған өте қатты ұнайды. Себебі жүрегіме өте жақын. Өйткені бұл кісінің жазып кеткен қара сөздері осы өмірде, жалпы тіршілікте адамға бір бағыт бағдар беретін таптырмас ақыл сөздер. Енді соның ішінде 20-шы қара сөзін айтатын болсақ, ол жерде адамның бойына туа біткен қасиеті, жалығу қасиеті туралы айтылған. Яғни адам баласы белгілі бір дүниеден белгілі бір уақытта жалығады. Яғни мысалы сіз құрбы құрдастарыңызбен бір жерге барып отырды делік. Болмаса киноға барасыз, болмаса бір жиынға жиналасыз. Бірақ жаңа айтылғанда белгілі бір уақытта осы дүниеден жалығамыз. Осы сәтті Абай атамыз адамның санасының толуы деп айтқан екен. Ал осы сәтті түсінбейтін адамдарды ақымақ әрі қайғысы жоқ адамдар деген екен. Бәрекелді. Енді келесі аспабымыз жетіген аспабына тоқтала кетсек, сөз өзіңізде, Лаула ханым. Жетіген аспабы бұл да қазақ халқының ең ежелгі көне аспабының бірі. Бұл жерде тағы да бір аңызды айта кеткім келіп отыр. Себебі қазақ халқының қай аспабын алып қарасаңызда барлығының өзіндік шығу тарихы, аңызы бар. Жетіген аспабына енді тоқталатын болсақ, ерте заманда бір ата болған екен, оның 7 баласы болған екен. Бірақ сол заманда үлкен жұт болып, сол жұтта балалары бірінен кейін бірі өлген екен. Әлгі балалары өлген сайын атамыз шек тағып отырған. Әр шекті таққан сайын әр түрлі әуен орындалған. Яғни 7 әннен жетіген деген атау қалыптасып, осы аспаптың тарихымен тығыз байланысты. Енді бүгін осы аспаптың үнімен таныстыру үшін біздің колледжіміздің студенті, республикалық конкурстардың лауреаты Қызырова Зере келіп отыр. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған
тасыған өзен көрілді. Сізді тәжірибелі оқытушы ретінде көп жылдан бері танимын. Оқытушы жағынан кішкене көңіл бөліп кетсек. Жалпы жұмысыңызда сізге не ұнайды және сізді не ынталандырады? Сұрағыңызға рахмет. Жұмысымда жалпы өзімнің жұмыс жасау процесім, яғни жұмыс жасау үрдісі ұнайды. Яғни баламен байланыс жасау, сабақ өту, өзіңнің бойыңдағы, жалпы өзіңнің білетін біліміңді балаға беру. Ал енді не құлшыныс береді? Әрине өзіміздің студенттеріміз, яғни менен білім алушы шәкірттерім. Мен ойлаймын, өнер жолында кез келген білім беруші ұстаздың өзіндік мақтанышы әрі құлшынысы өзінің студенттері. Себебі енді бізде көптеген республикалық конкурстар болып тұрады. Сол конкурстарға біз жаңағы студенттерімізді дайындаймыз. Сол конкурстарға қатысу арқылы студенттеріміз лауреат атанады. Яғни осындай студенттеріміздің жеткен жетістігі, олардың үлкен бір сахнаға шығуы бізге үлкен құлшыныс береді. Жауабыңызға рахмет. Жалпы қазақ халық аспаптары, киелі аспаптар, кейбір аспаптарда ойнау әркімге дарымаған. Әркімнің қолынан келе бермейді. Осыған сәл тоқтала кетсек, жалпы студентте аспапта ойнау деген қызығушылығын қалай оятуға болады, және сол қызығушылықты жылдар өте келе қалай сөндіріп алмау керек? Мүмкін бір қолданып жүрген әдіснамаңыз бар шығар, осы күнге дейін жинаған тәжірибеңізбен бөлісе кетсеңіз. Өте орынды сұрақ. Жалпы кез келген аспапта белгілі бір орындаушыны тәрбиелеп шығару үшін біз алдымен әрине баланың бойына туа біткен жеке қабілеттілігі, Құдайдың берген табиғи талантына қараймыз. Яғни бұл қабілеттердің біреуі болмаса, яғни бізде есту қабілеті, белгілі бір әуенді қайталауы, ритмді ұруы деген сияқты. Егер де осы қабілеттер болмаса, аспапта орындаушының тәрбиелеуі өте қиын. Ал енді баланың сүйіспеншілігін болмаса, жаңа айтып жатырсыз, ынтасын жоғалтып алмау сәтінде көбінесе ата-аналардың жіберетін қателіктері бар. Яғни баланы күштеп бір аспапқа беру. Яғни өздеріне домбыра ұнаса, баланы күштеп домбыраға береді. Менің ойымша бұл жерде таңдауды баланың өзіне берген дұрыс сияқты. Біз өзімізде сондаймыз ғой, кез келген дүниені қалап жасасақ, біз оның соңына дейін жеткіземіз. Бала да тура сол секілді. Егер де аспапты өзінің қалауымен таңдап
алатын болса, ол сол аспапты сүйіп болашақта орындап белгілі бір орындаушы болады. Ал енді қызығушылығын арттыру жағдайына келетін болсақ, бұл жерде әр оқытушының өзіндік бір қолданатын жеке әдіснамасы болады деп ойлаймын. Енді менің өзімнің жеке әдіснамамда жалпы баланың мен жеке тұлғалық қабілеттілігіне бірінші көңіл аударамын және психологиялық тұрғыда жұмыс жасаймын. Ынтасын арттыруда мен балада үнемі мотивация беріп отырамын балаға. Бәрекелді. Домбырасыз сән қайда, домбырасыз ән қайда? Ән мен күй бар өмірде отта лаулап жанбай ма? Демекші, сіздің атыңыз өлең шумақтарында орын алған екен. Жалпы өзіміздің киелі қазақтың әр төрінде ілініп тұратын киелі аспабы домбыраға тоқтала кетсек, жалпы сөз өзіңізде, Лаула ханым. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, кез келген шаңырақта ілініп тұратын домбыра аспабы бұл көне аспаптың бірі, қолдан қолға дәстүр ретінде берілген аспап. Бұл жерде де тағы да бір аңызды айта кеткім келіп отыр. Өйткені жаңа айтып кеттім, кез келген біздің қазақ халқының аспабының өзінің шығу тарихы бар. Егер де мүмкін білетін боларсыздар, бала кезімізде сол мультфильмді жиі көріп өстік. Осы қазіргі айтқалы отырған аңызымның тарихы сол мультфильммен өте тығыз байланысты. Жошы ханның заманында баласы нөкерлерін ертіп аң аулауға шыққан екен. Бір күні сол аң аулаудан баласы оралмай қалады. Баласының бір жамандыққа ұшырағанын хан сезеді. Бірақ та енді кез келген адам бұндай оқиғаны мойындағысы келмейді. Сол сияқты Жошы хан да жаңағы жаман хабарды естігісі келмей үндеу шығарады. Яғни, егер де кімде-кім менің баламның жаңағы бір жамандыққа, жаман оқиға ұшырағанын естіртетін болса, яғни көмейіне қорғасын құямын деген екен. Оны естіген халық, яғни баланың өлгенін әрине айтуға ешкімнің дәті бармайды. Сол кезде сол елді аралап жүрген бір домбырашы болған. Сол домбырашы домбырасын асынып ханның үйіне барып кірмекші болады. Бірақ енді уәзірлерінен дарбазасына кіре алмағандықтан домбырашы жаңағы дарбазаның сыртында домбырасын кешке дейін ойнайды екен. Кешке ел жұрт тынышталғаннан кейін домбыраның әуені, жаңағы үні ханның құлағына жетеді. Содан мынау кім жаңағы зарлап отырған, кіргізіңдер деп домбырашыны ішке кіргізеді екен. Домбыраны жаңағы күйді орындап бастағаннан ханның құлағына әуен ұнамаған. Бірақ енді аяғына дейін тыңдап, ең соңында әкетіңдер мынаны, көмейіне қорғасын құйыңдар деген. Сол кезде жаңа домбырашы атып тұрып, уа хан ием, мен не жаздым, мен ештеңе айтқан жоқпын сізге, бұны айтып отырған менің домбырам сізге деген екен. Ендеше домбыраның жаңағы көмейіне қорғасын құйыңдар деп домбыраның көмейіне қорғасын құйған. Содан бастап жаңағы домбыраның дыбыс шығу ойығы пайда болған деген аңыз бар. Енді бүгін осы домбыраның керемет үнімен таныстыру үшін сіздерге біздің колледжіміздің студенті, республикалық конкурстардың лауреаты әрі президенттік стипендияның иегері Қажыбек Абдулла келіп отыр.
Бала ханым, дерлік өткенге саяхаттауға мүмкіншілік алдыңыз делік. Өміріңізде не өзгертер едіңіз және өнер жолында қалатын бедіңіз, әлде басқа жол таңдайтын бедіңіз? Сол сұраққа жауап берсеңіз. Енді өткенге егерде қайтадан кері қайту саяхатын алатын болсақ, менің ойымша қайтадан өнер жолын таңдайтын сияқтымын. Себебі өзімді басқа салада көре алмаймын. Соңғы сұрағым сұхбатымның. Жалпы болашақтағы творчестволық жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз, мүмкін бір үлкен арман бар ма, қойылған мақсат бар ма, біздің көрермендермен бөлісе кетсеңіз. Енді кез келген адам арманға толы ғой. Бірақ та енді мынау елімізде болып жатқан індетке байланысты көптеген армандарымыз, мақсаттарымыз, шығармашылық жоспарларымыз іске аспай қалды. Дегенмен енді осы күзде Талдықорған қаласына жеке концертімізді жоспарлап отырмын. Және ары қарай Түркия еліне барып қайтпақ жоспарымыз бар. Ойларыңыз іске ассын, сәттілік тілеймін. Жалпы біздің кітапханада дәстүрлі түрде блиц сұрақ жауап деген бар. Мен сұрақ қоям, сіз қысқаша жауап берсеңіз. Дайынсыз ба? Ал кеттік. Жалпы өзіңізді кітаптың қай кейіпкерімен ұқсастырасыз? Яшар Кемал авторының Қатпа Мамет деп жазған шығармасы бар. Сол шығармадағы Қатпа Маметтің бейнесімен салыстырам. Керемет. Қағаз кітап па, электронды кітап па, әлде аудио кітап па? Қағаз кітап. Сіз мұқабаға қарап кітап сатып аласыз ба? Мен кітап алған кезде міндетті түрде кітаптың мазмұнымен танысып шығамын. Бет белгі, яғни закладка дейміз, ретінде қолданған ең таң қаларлық нәрсеңіз? Кезінде менің анам гүлді өте көп өсіретін, әсіресе раушан гүлдерін. Мен анамнан ұрлап сол раушанның бастарын кесіп алатым, яғни гүлдің. Оны кептіріп, қурағаннан кейін оқып жатқан кітабына, яғни келген жеріме салып қояды. Және соңғы сұрағым, өмірде қолданатын нақыл сөз? Судың ағысымен тек қана өлі балық жүзеді. Яғни өлі балық сияқты болмау. Бүгінгі бас қонағымыз Ченемисова Лаула Табысбекқызының шығармашылығымен танысайық.
Осымен қазақ халық аспаптары атты творчестволық кешіміз аяқталды. Бүгін Библиарт жобасын қолдап келіп отқан бас қонағымыз Лаула ханым, сізге алғысымызды білдіреміз. Сіздерге, әріптестеріңізге, студенттеріңізге шығармашылық табыс, денсаулық және сәттілік тілейміз. Бұл кеш соңғы кеш деп ойламаймын. Болашақта әлі де шығармашылық жобамызды жалғастырамыз деген үміттемін. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.